Біз білмейміз ай ардин тамут қайсы жерде өтетінімізді. Бір апа кісінің үйінде болдық, баласы қайтыс болған екен. Сонда апамыз жылап отыр, баласына барып біз көңіл айтып атқанда, сондағы апамыз айтқан сөзі, баласы үлкен қызметте істейді екен, өкіметте істейді екен. Үйіне өкіметтің жұмысы тығыз болғаннан кейін Астанада екен, баласы ауылына өте сирек келеді. Шешесіне келеді, әкесіне келеді, оларға көмектеседі, қой алып береді, жем алып береді, шөп алып береді, жағдай істейді. Сосын балалар оны ауыл жақсы көреді жаңа кісіні. Кейін кезде күтіп алады. Сосын бір күні сол балам маған звондады дейді. Өлетін күннің алдында. Ана, ертең мен үйге барам. О, жақсы құлыным, күтеміз деп айттық дейді. Сонымен оның жаңа шетелдік машинасы бар еді дейді. Сонымен балам жолда келе жатқан кезде ертесіне трассада қатты келе жатып, телефонмен сотка деген нәрсе бар ғой қазір. Сонымен тағы звондапты шешесіне. Шеше, Алла қаласа, мен үйде бір жарты сағатта үйде болып қаламын. Міне жолда келе жатырмын. Ой, айналайын құлым, абайлап жүр, қатты жүрме, бәрі жақсы. Ой, ана қорықпаңыз, міне кеп қалдым. Алла қаласа барып сіздің қолыңыздан шай ішеміз, сіздің наныңызды жейміз. Қалай, әкей жақсы ма, бәрі дұрыс па, бауырларға жақсы күтіп отырмыз, балам кел. Саған тамақ пісіріп жатырмыз, сен келгенше дайын болады, дастарханға түсіреміз, бірге отырып жейміз деп айтты дейді. Сөйтіп тұрған кезде қатты келатқан подъемнан қараса бұрылса екен да. Бұл білмеген, телефонмен сөйлесем деп, сол машинасымен телефонмен сөйлескен күйінде секіріп кете берген. Сонда машинасымен ұшып баратқан кезде шешесіне айтқан соңғы сөзі, ана, сенің балаң енді жоқ депті да. Ары қарай ештеңе естімей көрсе де қалды дейді. Жүрегім тарсылдап кетті дейді. Сонан баласы дүниеден өтіп кеткен екен. Сондықтан біз білмейміз, оттан ба, судан ба, сол үшін Аллах Құранда Құдайға қайтарыласыңдар дейді. Аллах өзі қайтып алады.